Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бауыр етінен торт дайындайтын боламыз. Ең алдымен бауырымызды жуып, ет тартқыштан майда етіп өткізіп аламыз. Оның үстіне 2 жұмыртқа салып араластырамыз. 100 мл жылы сүтімізбен 3 ас қасық сұйық май қосып араластырамыз. Бір келгі араластырып болған соң, оның үстіне қопсытқыш және де ұн саламыз. Массамыз қаймақ тәріздес болу керек, ұнды көп қосып қоймаңыздар. Ал енді салмасын дайындайтын боламыз. Сәбізімізді аршып алып, оны теркадан өткіземіз. Пиязымызды тазалап, майдалап тураймыз. Қызып тұрған табамызға сұйық май құйып, пияз қуырамыз. 3-4 минуттай қуыратын боламыз. Сарғайғанша оның үстіне теркадан өткізілген сәбізімізді салып, бірге араластырып қуыратын боламыз. 2-3 минуттай қуыратын боламыз. Табамызда бауырымызды орташа отта пісіріп аламыз. Бірінші бетін 2-3 минуттай, оны аударып тағы да 2-3 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей бауырымызды пісіріп болдық. Ал енді салмасын салып торт жасайтын боламыз. Мен салмасына көк шөптен қостым. Ол өздеріңіз қалауларыңызша қоспасаңыздар да болады. Сарымсағымызды майдалап тураймыз. Оған майонез салып араластырамыз. Ең алдымен бауырымызды алып, оның үстіне майонез қосылған сарымсақты саламыз. Оның үстіне барып, салмасын салатын боламыз. Осылай бірінен кейін бірін салып, қайталап отырамыз. Бірінші бауыр, оның үстіне сарымсақ пен майонез. Оның үстіне екінші бөлігіне салмамызды саламыз. Дайын болған тортымызды тоңазытқышта 3 немесе 4 сағат қойып қоямыз. Мінекей дайын болды. Тортымыз өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Сіздер де дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп, пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар.